Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте әдемі әрі дәмді болып шығатын, әрі тез дайындалатын кекс дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді қасықтың ұшымен шым-шым тұз қосамыз да, оның үстіне ванильный сахарды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін, енді үстіне сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнымызға разахрителді қосып араластырамыз, оны да сұйық массамыздың үстіне қосатын боламыз. Енді сұйық массамызды миксермен жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Енді сұйық массамыздың үстіне ұнымызды бөліп қосатын боламыз. Міне сұйық массамыз дайын, енді формаларға барлығына құйып шығамыз. Осылай толтырмай, кішкентай-кішкентайдан құйып шығасыздар. Ол піскенде қазір көтеріледі. Мына достар, құйып шықтым. Енді мына достар пісті. Үстіне ақырындап сахарный пудрадан сеуіп қоямыз. Міне достар, біздің кексіміз дайын болды. Өте әрі тез, әрі оңай дайындалады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда талай жақсы рецепттер болады.